бұл босанғаннан кейін жыныстық қатынас кезінде күйеуімнің жаңағы жыныстық мүшесін сезбеймін. Маған жаңағы жыныстық қатынас кезінде ешқандай ләззат емес, керісінше дискомфорт сыйлайды жыныстық қатынас деген қыздар маған өте көп сондай шағыммен келеді. Армысыздар қыздар, менің YouTube каналыма тіркелгендеріңізге өте рахмет. Маңызды мағлұматтар алып жатыр деп ойлаймын. Бүгінгі сіздерге айтатын маңызды мәліметіміздің бірі, бұл босанғаннан кейін жыныстық қатынас кезінде өзімнің күйеуімнің жаңағы жыныстық мүшесін сезбеймін. Маған жаңағы жыныстық қатынас кезінде ешқандай ләззат емес, керісінше дискомфорт сыйлайды жыныстық қатынас деген қыздар маған өте көп сондай шағыммен келеді. Қыздар, бұның барлығы уақытша. Бұның барлығы уақытша деп айтқым келеді қыздар. Сіздер әрине босанғаннан кейін организм өз-өзіне келу керек, қалыпқа келу керек. Сіздер ондай шешім қабылдамаңыздар бірден. Ол уақытша нәрсе, организм өз-өзіне келуге, қынаптың жаңағы 10 сантиметрге дейін ашылды, жатыр мойны 10 сантиметрге дейін ашылды. Соның барлығы өзінің қалпына келуіне минимум 6 ай, атак 2 жылға дейін уақыт кетеді көп қыздарда. Ол әр организм әртүрлі соған байланысты болады. Сондықтан қыздар еш уайымдамаңыздар. Бұл уақытша нәрсе. Ол уақыт келе өзгереді, бірақ оны болдырмайтын, орнына тезірек қалпына келтіретін жаңағы жаттығулар, тәсілдер бар. Ол үшін маған приемға жазылыңыздар. Индивидуально консультациялам деген қыздар астында телефон тұр, жазылсаңыздар болады. Айтайын дегенім, ол үшін бірінші әрине кегел жаттығуларын жасаңыздар қыздар. Ол сіздердің денсаулықтарыңызды жаңағы жатырдың, қынаптың, жатыр мойнының бұлшықеттерін бәрін қалыпқа келтіреді. Жаңағы YouTube'дан, Google'дан алып кегел жаттығуларын көптеп жасасаңыз, жалқауланбай өзіңіз қолдарыңызға алсаңыздар, жаңағы күйеуіңізге деген орысша айтқанда отвращение, теріс қарау деген ондай болмайды. Жайлап 3 айдан кейін қалыпқа келеді. Жыныстық қатынасқа деген қызығушылығыңыз артады. Жаңағы ондай проблемалар, мәселелер болып жатса, оны шешуге тырысыңыз. Ол деген дұрыс емес. Ол уақытша нәрсе. Көбінесе жыныстық қатынас қызығушылық болмау, көбінесе физиологиялық жағдайда, ол дұрыс жағдай, баланы босанғаннан кейін қынаптың кеңейіп кетуінен болатын жағдай. Ал қалыпты жағдайда бала босанбаған және босанғаннан ұзақ уақыт болған әйел жыныстық қатынасқа деген ләззат жоқ, керісінше күйеуімді сезбеймін деген, ол сізде либидо болуы мүмкін, басқа да гормональды ауытқулар болуы мүмкін, басқа да инфекциялар, аурулар болуы мүмкін, қынаптың қабырғасын қалыпты жағдайдан ауытқызып тұрған. Сондықтан қыздар, сіздерге ондай жағдай болатын болса, міндетті түрде білетін белгілі маманның кеңесі керек, және кеңесін ала қоймай емделу керек. Сондықтан сіздерге маңызды мағлұмат берілді, бүгінгі тақырыпта аша алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Маған приемға келем дегеніңіздеріңізге астында телефонға хабарлассаңыздар тағы да болады. Рахмет қыздар үлкен.